Алдыңғы бөлімде біз ютуберлер әлемімен таныстық. Нако атты ютубер өзінің ютуб қаусына барлық қазақ ютуберлерін кеш өткізуге шақырды. Бірақ кеште Мистер Жанс атты ютубер бір ютубердің денесін тауып алды. Барлығы оны көргеннен кейін бір-бірінен қорқып қалған болатын. Бірақ кейін дәлел іздеу үшін бөлмелерді тінтіді. Одан кейін Асхат атты ютубер бір қағазды тауып алған болатын. Ал ол қағазда ойын енді басталды деп жазылған болатын. Ал енді сериал сол жерінен жалғасады. Өтініш арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды ұмытпаңыздар. Сендер үлкен қателік жасадыңдар. Не қателік? Түсінбедім. Жақын арада түсінесіңдер. Қастарыңдағыларға ескертіп қой. Жанс, тұр! Жанс, жарты ютубер жоғалып кеткен ғой. Брат, не болып жатыр? Ютуберлердің жартысы қайда кеткен өзі? Бұл қалай болуы мүмкін? Бір түнде барлық адам жоғалып кету деген не сұмдық? Кешегі түн есімде жоқ мен. Кімнің есінде бар? Кеше не Тоқтай істегенбіз? тұр, біз кеше Нобиттің өлімінен кейін паникаға түскен сияқтымыз. Топқа бөлініп дәлел іздедік. Бірақ одан кейін тым есімде жоқ. Менің ойымша осы істің артындағы адам явно бізді біліп бақылап отырған сияқты. Тоқтай тұр, біз Асхат тауып алған қағазды оқыдық қой. Содан кейін бәріміз ұйықтауға жаттық. Бірақ кейін не болғанын білмей қалдық қой. Жиге үйден тез шығыңдар, Науи уланған сияқты. Не? Уланған емес. Қазір шығамыз. Нако, Ареке, кеттік. Сендер үйге қалай кірдіңдер өзі? Ачы құлыптан тұрып еді. Әрине, кеше бұл үйде Нуби өлді ғой. Айтқандай бұл уланған үйде нені жоғалттыңдар? Жеге сендерге аздап демалыс керек сияқты. Тоқтаңдар, сендер хотя басқа ютуберлердің қайда екенін білесіңдер ме? Жоғы ешқайсысын көрмедік біз. Мен тек қара фургон көрдім. Қара фургон? Бірдеңе тасымалдап кеткен сияқты. Сендер кімсіңдер? Біз басқа қалаға кетіп, содан кейін қайтып келген ютуберлеріміз. Мүмкін ютуберлерді бір кездеп көрерміз. Негізі оқиға былай болған. Біз ютуберлер болып бір үйге жиналдық. Дәл осы үйге. Бірақ кенеттен Нубик деген бала өлді деп шықты. Сосын біз үйден шыға алмай қалдық. Мүмкін олар да кеткен шығар. Есік ашық болған соң. Мүмкін емес. Бұлай болуы мүмкін емес. Олар мұндай жағдайдан кейін жай ғана кетіп қалмайды. Дұрыс айтасың. Вечерді бекер істедің бе дедім ғой. Нако, сенің үйің болса, неге кеше кілтпен есікті аша алмадың? Қуасың ба? Мен даже кілтімді таба алмай қалдым ғой. Душқа кіріп едім, туалетке кілтімді ұмытып кетіппін. Болмаса мен де ақымақ емеспін ғой. Сондықтан кеше осындай жағдай болғаннан кейін бірден кілт есіме түсіп, туалетті іздеп қарадым. Бірақ ештеңе таппадым. Сендердің жағдайларың қиын екен. Жаңа қара фургон деп жатыр едің ғой, қай жаққа кетіп едің негізі? Бұрыде мектептің көшесіне жол тартқан еді. Онда мектепке барып көрейік. Мүмкін бір айғақ тауып қалармыз. Мәссаған, неткен сұлу қыз. Маған сынып қалған сияқты мынау. Сендер случайно ютуберді іздеп жүрген жоқсыңдар ма? Әрине іздеп жүрміз. Онда сендерге шанс жоқ, лучше кете салыңдар қаладан өлгілерің келмесе. Көтіп, не деп тұрсың сен? Лучше ақпарат айтсай бізге. Қайда кетті олар? Тыныш жігіттер, неге айқайлайсыңдар? Қызы ғой бұл. Ой, сендерге жауап берген мен ақымақ, өздерің біліңдер не істесеңдер де. Өлетін бала молаға жүгіреді дегендей. Тоқта, ей қыз, кім екеніңізді білмеймін, бірақ сіздің бізге дәл қазір көмегіңіз керек. Біздің ютубер достарымыз қауіп үстінде тұр. Егер біз оларды тастап кетсек, өмір бойы өзімізді кінәлі сезінеміз. Дұрыс айтады Жанс. Жарайды айтайын, бірақ бір ақпаратым 50 мың теңге. Не дейді? Қуасың ба? Өзіміз жаңа ғана зорға үйден шықсақ. Сәлде болсын түсінуге болады ғой. Бізді де қуып жатыр екен мына қыз. Бізде қазір ақша жоқ, бірақ зат берсек бола ма? Мысалы, Жеке, кімде қымбат зат бар? Сағат немесе телефон? Біздің арамызда тек Чина ғана телефон алып шыққан. Қалғандарымыз заттарымызды үйде қалдырдық. Құмаңдар шектер, өзім бұл телефонды кредитке алған. Шынды екенсіңдер ғой. Не ғой, бізге ренжіме енді. Бізде азық жоқ, сенде жазық жоқ дегендей. Чина, шынымен де амал жоқ. Қазірше жалғыз шанс осы ғана. Өмірі естесіңдер ғой, кетіңдер шей. Бопты, мә телефон. Күте тұр, номерімді алып қалайын ғой. Оппа, мә, болды. Өзім ақ алып берем жаңасын. Неше мың тұрады? Ой, бұл көтек не ақыл дейді. 1000 жыл жұмыс жасасаң да ақшаң жетпейді оған. Мынау қуады екен ғой. Ойнап 49 мың ғой. сорлы, телефонның ақшасы жетпейді, не істейміз енді? Онда номермен қосып бере салайын да. Номерімді 1200 теңгеге алдым ғой. Жетеді сол. жақсы, керек емес номерің ала салшы. Қысқасы, сендердің достарыңды өздерің танитын адам бақылауда ұстап отыр. Бірақ оны ешкім білмейді. Себебі ол бәрін мұқият ұйымдастырған. Тіпті мен де оны кім екенін білмеймін. Бірақ сендерге ең керегі олардың қайда екені.
олар қазір мектепте тұтқындалып отыр, бірақ санаулысы ғана. Себебі менің білуімше фургондар екеу болған, жартысын мектепке, жартысын белгісіз жерге алып кеткен. Мына қыз бәрін қайдан біледі екен? Неге сонша күдікті болып тұр? Мен бәрін айттым, сау болыңдар. Тоқтай тұр, сонда бізге көмектеспейсің бе табуға? Не деп көмектесем, мен бәрін айттым. Өтінемін бір рет. Екінші рет қателік жасағым келмейді просто. Маңыз емес, сау болыңдар. болды Жанс, керек емес, ең басты ақпаратты алдық қой. Ал, айтыңдар енді, ішіне қалай кіреміз? Бізге жақсы жоспар құру керек. Тоқта. Бізді біреу әдейі келетінімізді біліп тұзақ құру мүмкін. Тоқтаңдар, асығыс шешім қабылдауға болмайды. Білгем осыны, көмекке келетініңді. Сендерді аяған соң ғана амалсыз келдім. Не істеп тұрсыңдар, кірейік. Уайымдамаңдар, мен мектепке кіретін құпия жерді білемін. Бірақ жұмыс істейтініне сендерге гарантия бере алмаймын. Бүгін кірмесек достарыңнан мәңгіге айырыласыңдар. Жанс, амал жоқ бізде енді. Так, жүре берейік ба? Жүріңдер артымнан. Жарайды, қазір артыңыздан барам. Мінекей, мына жаққа жүреміз, оңға Оп. бұрыңдар. Так, мына жерге секіретін сияқтымыз ғой, а? Жарайды, қазір Иә, мінеміз төбесіне. Тез болайық, әйтпесе кешігеміз. төбесіне көтерілеміз ба? Иә. Мына жаққа түсеміз. Жарайды. Болды, келдік. Не үшін келдіңдер жалпы? Сендерді құтқару үшін келдік. Қуасыңдар ма? Сендерді ұстайтын адам арттарыңда тұр ғой. Сендерді ұстау қиын болатын шығар десем, бос қуанып қалатын болды, не болса да. Не болып жатыр өзі? Сендердің достарың мектепте, бірақ азғантай бөлігін ғана тірі қалдырып осында келдім. Кез келген ойын әрқашан қызық болады, сондықтан сендермен ойын ойнап аздап қызық көргім келеді. Бірақ достарыңды құтқаруға келіп мені таң қалдырдыңдар. Қысқасы, ойыныма қош келдіңдер. Енді сендер нағыз қиын сынақтардан өтетін боласыңдар. Синера, мыналарды басқа тірі қалған ютуберлердің қасына жібер. Сонда сен екенсің ғой бәрімізді қырылдырып жүрген. Бізді бірден әкелмедің? Біліп едім осы қыздың біртүрлі екенін. Құп болады, бос. Жүріңдер, алдыма түсіңдер. Ой, мен мына қызды жақсы шығар деп ұнатып жүрсем, таза адам емес адам екен ғой. Сендерді ұсталдыңдар ма не? Өкінішке орай, иә. Ал қалғандары қайда? Белгісіз жерге алып кетті. Оны ешкім білмейді. Тек соңғы рет айғалап шыққанын естідік. Негізі бұл жерден жақын арада шықпасақ өте қауіпті. Достар, сіздерге екінші серия ұнады ма? Онда арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал енді сіздерге сұрақ, үшінші серияда қандай ютуберлер қатыссын? Оны пікірге жазып кетіңіз, қолдауларыңызды міндетті түрде күтеміз.